Біздің екінші сабағымыз қытайша жазуды аудару. Ол үшін App Store немесе Play Market'тен осы переводчикті скачать етіп аламыз. Енді қытайша жазуды аудару үшін, мысалы, бір дүкенге кірейін, мына жерде қызыл батырманы басып, толық ақпаратты алу үшін скриншоттап аламын осы бетті. Одан кейін жаңа переводчикқа барып, астында фото деген жерін басам. Осы жерге жаңағы суретімізді жүктейміз. Міне осылайша біз қытайша жазуды аударатын боламыз. Яғни мына жерде размерлер көрсетілген. Мысалы, жасыл түсі, сары түсі, 3 айдан 6 айға дейін. Енді мен өзім қалаған затымды іздеу үшін переводчикқа кіріп, мысалы, көйлек іздейтін болсам, платье деп жазамын да. Мына жерде тіл міндетті түрде орысша тұру керек. Жаздым, скопировать етіп аламын да. Пиндудоға кіріп, осы жерге вставить ететін боламын. Вставить еттім, міне неше түрлі көйлектер шықты. Енді, мысалы, мен мына көйлекті таңдайын, ақ көйлекті. Енді маған осы бетті скриншоттап аудармасын көру керек. Скриншоттап алдым. Енді переводчикқа барамын да, осы жерден жаңа фото дегенді басып, суретті таңдадым. Енді осы жердегі переводты көретін боламын. Міне. Осы жерден аударып көрсеңіздер болады.